Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Фатима. Бүгін сіздерге өте ерекше, әрі дәмді, әрі пайдалы десерт шоколадтағы құрма жасауды көрсетемін. Ең алдымен бізге сапалы, жұмсақ әрі ірі құрмалар қажет. Егер құрмаңыз қаттылау болса, оны бірнеше минут жылы суға салып қойсаңыз, ол жұмсарып, одан әрі дәмді бола түседі. Ең алдымен құрманың ішіндегі сүйегін алып, орнына жаңғақ немесе миндаль салуыңызға да болады. Кез келген жаңғақтар жарамды. Барлығы да өте дәмді болып шығады. Осылай таяқшаларға тізіп, барлығын дайындап аламыз. Келесі қадам шоколадты еріту. Мұны екі жолмен жасауға болады: су моншасында немесе микротолқынды пеште. Шоколадты баяу ерітіп, оны күйдіріп алмау маңызды. Егер шоколад там қою болса, мен сияқты өсімдік майын қосуыңызға болады. Мен 100 грамм шоколадқа 20 мг өсімдік майын қостым. Сонда ол оны жылтыр әрі жұмсақ етеді. Енді әрбір құрманы осы таяқшаның көмегімен ерітілген шоколадқа малып, оның барлық беті шоколадпен қапталғанына көз жеткіземіз. Осылай жаймен таяқшасын алып, орнын жай ғана шоколадпен жауып жібереміз. Кейін құрмаларды пергамент қағазға қойып, әрқайсысын қалауыңыз бойынша безендіруіңізге болады. Бұл табиғи, қант қоспай жасалатын тәтті, сондықтан да денсаулыққа да пайдалы. Құрманың өзінің табиғи тәттілігі бар, ал шоколадпен үйлескенде дәмі тіпті керемет болады. Мұндай десертті шай дастарханына, мерекелік кештерге, немесе жай ғана өзіңізді қуантқыңыз келген кезде дайындауға болады. Осылайша барлығын дайындап аламыз, пергамент қағазымызға тізіп. Барлығы дерлік дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жылтыр, жұмсақ, әдемі болып шықты барлығы. Енді әр қарай безендіруге кірісе беруімізге болады. Өзіңіздің фантазияңызға қарай кез келген безендіру түрі жарамды. Мысалы, кокос ұнтағы, ұнтақталған жаңғақ, чия дәндері. Дәмі одан әрі ерекше бола түседі. Осылай бетіне шоколадтан узор жасап, ұнтақталған фисташки дәндерін септім. Түрін ашып, өте әдемі болып шықты. Барлығы дайын болғаннан кейін құрмаларымызды тоңазытқышқа кем дегенде 15-20 минутқа қоямыз. Осы уақытқа шоколад қатып, әдемі әрі қытырлақ қабат пайда болады. Міне, керемет десертіміз дайын. Бұл шайға тамаша қосымша, сонымен қатар балаларға да, ересектерге де ұнайтын пайдалы тәтті. Мұндай десертті алдын ала дайындап, тоңазытқышта сақтасаңыз, кез келген уақытта тез дайын тәттіңіз болады. Міндетті түрде байқап көріңіз, себебі бұл дәм сізді таң қалдырмай қоймайды. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сондай-ақ арнамызға жазылып, осындай пайдалы әрі дәмді рецепттерді бірге дайындап жүрейік.